Осы сабақта сіздерді көргеніме қуаныштымын. Біз бүгін запуск деген не деген сабаққа терең шолу жасаймыз. Жалпы запуск деген кез келген өнімде болсын, кез келген брендте болсын, кез келген эксперттің өзінде, кез келген бизнесте өте қажетті этап. Сіз өнім шығарсаңыз да, блокнот шығарсаңыз да, тіпті өлең шығарсаңыз да, сізде осы запускке тірелесіз. Себебі запуск деген бұл қайта шығару. Өнімнің дайындалу процесінен, ойға түсу процесінен халыққа жеткізіп, нәтижесін, кері байланысын, отзывын естуге дейінгі толық этаптарды біз запуск деп атаймыз. Дәл осы инфобизнестегі запускты сіздер бүгін біліп кететін боласыздар. Запускты көбісі ойлайды, ол тек қана жай реклама, контент, сторис деп. Негізі бұл запуск деген нәрсе ұғым өте үлкен процесті алады. Және де запускке міндетті түрде дайындықпен кіру керек. Дайындық ол сіздің состоянияңыз, мақсатыңыз, сіздің бұл запускке қаншалықты дайындығыңыз, ниетіңіз біздегі ең маңызды этаптар. Егер ниетіңіз тек қана ақша жасаймын, болмаса басқа да дұрыс емес ниеттер қоятын болсаңыз, біреуге доказать етем, показать етем деген сияқты, онда осы жерден тоқтап, қайттан ниетіңізді дұрыстап келуіңізді сұраймын. Себебі тек ақшаға, болмаса тек дұрыс емес, тек қана төменгі вибрациядағы энергияға жұмсалатын ниет болса, ол кезде сіздің запускыңыздың ақша табарсыз, сәтті болар, бірақ ақшасы берекесіз болып кету қаупі өте жоғары. Сол себептен дұрыс мақсатпен, дұрыс ниетпен запускке кіріскендеріңіз маңызды. Запускте бізде негізгі мақсаттары бар. Ол біріншіден аудитория жинау, яғни аудитория жинамай бірден сата саламын деген нәрсе ол дұрыс емес. Запусктың негізгі мақсаты бізде аудиторияны жинау. 100 адаммен запуск жасау деген нәрсе, 100 подписчикпен сторисіңіздің оның ішінде 10-20 адам қарайтын болса, ол тиімсіз. Себебі нақты мақсатты аудиторияңыз болмауы мүмкін, сататын адамыңыз болмауы мүмкін. Сол үшін егерде сізде аз подписчик болатын болса, ең бірінші сіз запускке кірісіп кетпес бұрын аудиторияны жинаумен айналысыңыз. Запуск сәтті болу үшін міндетті түрде аудитория керек, трафик керек. Келесі жиналған аудиторияға сіз сенім қалыптастыру керексіз. Яғни сізді эксперт деп жазылғаннан кейін, эксперт деп сіздің өніміңізге қызығушылық танытқаннан кейін, міндетті түрде оларға сіз прям бар екеніңізді, жұмыс жасайтын адам екеніңізді, эксперттілігіңізді дәлелдеп көрсетіп отыруыңыз керек. Келесі ол нағыз мақсаттардың бірі қызықтыру. Сіз ол аудиторияның, ол адамға сіздің өніміңіздің қаншалықты керек екенін түсіндіріп, мағынасын жеткізу керексіз. Сіздің өніміңізге сұранысты арттыруыңыз маңызды. Және де аудиторияның барлығын жинап, жасап, парақшаңызды упаковка істеп болғаннан кейін міндетті түрде сату. Тек қана подписчик жинап қойып, бетіне қарап отырғанмен ешқандай пайдасы жоқ. Сол себептен запускке мықты ниетпен кіріңіздер. Арнайы бірінші модуль бар бізде. Бірінші модульде толық состояние бойынша сабақтар салынған. Сол этаптағы міндеттерді, сабақтарды қайта қарап, әрекетке көшіңіздер.